Сәлеметсің бе әлі, қазір математика сабағы. Бүгінгі біздің тақырып екі таңбалы саннан екі таңбалы санды азайту. Ол үшін екі таңбалы саннан екі таңбалы санды азайтуды үйрену үшін мына мысалдарды шығарып көрейік. Бірінші мысалды қарайық. 17 азайтылған 15. Енді қара. 17 бізде екі таңбалы сан, иә? Бұл 10 және 7 деген саннан тұрады. Немесе 1 ондық 7 бірліктен тұрады. Мінекей қарасақ, 17, иә? 1 ондық 7 бірліктен тұрады. Немесе 10 қосылған 1-ден тұрады. Келесі санды қарайық. 15 деген сан. 15 бұл 1 ондық 5 бірліктен тұрады. Немесе 15 ол 10 қосылған 5 деген саннан тұрады. Ал енді мысалды қалай шығарамыз? Біз 17 санын қалдырамыз. Енді келесі азайтқышқа қараймыз. Азайғышқа қараймыз. Азайғыш бізде 15 саны. 15 саны, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, бұл 10 және 5 деген саннан тұрады, иә? Енді 17-ден азайтамыз. 15-тің 10-ын азайтамыз, содан кейін азайтамыз 5-ті. 17-ден 10-ды азайтқанда болады 7, 7-ден 5-ті азайтқанда болады 2. Сонда біздің 17-ден 15-ті азайтқанда біздің жауабымыз 2 болады екен. Келесі мысалға қарайық. 13 саны. 13 саны бұл 1 ондық пен 3 бірліктен тұрады, немесе 13 саны 10 мен 3-тің қосындысынан тұрады деп айтуға болады. Келесі 11 саны. 11 бұл 1 ондық және 1 бірліктен тұрады, және 10 қосу 1 деп те алуға болады. Енді 13-тен 11-ді қалай азайтамыз? 13-те 11-де екі таңбалы сан. 13-ті біз солай аламыз, ал 11-ді біз 10 мен 1-дің қосындысы ретінде аламыз. Өйткені 11 бұл 10 қосылған 1-ден тұрады. Енді 13-тен азайтамыз 10-ды. 13-тен 10-ды азайтып аламыз. Болады 3. 3-тен 1-ді азайтқанда болады 2. Осылайша біз екі таңбалы саннан екі таңбалы санды азайтуды үйрендік. Жауабы бізде болады 13-тен 11-ді азайтқанда болады 2. Келесі мысалды жаңағы жоғарыда көрсеткендей шығарып көр. 16 азайтылған 12. Енді біз көріп тұрмыз, 16 санын біз аламыз, солай қалдырамыз, ал 12-ні біз жазамыз қандай сандардың қосындысы ретінде? Ойланып көрші. Мұнда бізде разрядты қосылғыштар ретінде қарасақ, 1 ондық, 2 бірлік, енді ол қандай сандардан тұрады? 2 және 10 санынан тұрады. Демек біз жазамыз мұна 12-ның астына 10 және 2 деп жазамыз. Содан кейін 16-дан 10-ды азайтамыз, болады 6. 6-дан азайтамыз 2-ні. Жауабы болады 4. Осылайша жазып шығасың. Енді келесі тапсырмаға қарайық. 14, 11, 18 сандарында неше ондық, неше бірлік бар? Мысалдарды жаз. Бірінші 14 санын бізге көрсетіп тұр, 10 қосу 4-тен тұрады екен. Болады жауабы 14. Келесі 11 саны бізде 10 және 1 санынан тұрады. Келесі 18 санын өзін жазып көр. Мысалдарды шығар. 16-дан кем айырманың астын сыз. 20 азайтылған 3 және 20 азайтылған 5. Қай мысалдың жауабы 16-дан кем болса, соның астын сызып қоямыз. Және 9-шы тапсырма. Қажетті таңбаны таңда және қой.
Мына жерде 20 мен 3 саны берілген, жауабы 17, иә. Мұнда азайып тұрғандықтан, бірінші санның сан жауаптан аз болғандықтан, біз мына жерге қандай таңбаны қоямыз? Әрине, қосу таңбасын қоямыз. Келесі мысалда 17 мен 3, жауабы 20. Енді бірінші тұрған санға қараймыз және жауапқа қараймыз. 17 және 20. Бізде жауабы көбейіп тұр ма, азайып тұр ма? Көбейіп тұр. Сол себепті біз мына жерге қандай таңба қоямыз? Көбейіп тұрса, әрине қосу таңбасын қоямыз. Үшіншісін өзін орындап көр. Енді мына жерде бізде кесте берілген. Екі санның қосындысы 20. Қандай қосылыштар болуы мүмкін? Кестеге жаз. Мұнда 20 болу үшін біз қандай сандардың қосындысы ретінде жазуға болады? Енді қара, 19-ға қандай санды қосқанда 20 болады? Әрине, 1-ді қосқанда 20 болады. 18-ге 2-ні қоссақ 20 болады. 17-ге нешені қосқанда 20 болады? 3-ті қосқанда. Дұрыс. Келесі 16-ға 4-ге қандай санды қосқанда? 16 санды қосқанда. Үстіп, осы кестені толтырып шыға қойып. Екі таңбалы саннан, бүгінгі біздің тақырыбымыз екі таңбалы саннан екі таңбалы санды азайту болды. Енді Әли, сен түсініп алуың керек. Мысалы, 17 азайтылған 11 деген санды алатын болсақ, 17-ден 11-ді азайту, иә. Бірінші 17-ні қалдырамыз солай, содан кейін 11-ді разряд қосылғыштар түрінде жазып аламыз. Яғни бірлігі мен ондығын айырып жазамыз. 11 саны бізде бір ондық және бір бірліктен тұрады. Сол себепті жаңағы 10, бір ондық деген сол 10 және бір бірлік ол 1, иә. Демек, 17-ден азайтамыз 10-ды, болады бізде 6, 6-дан азайтамыз 1-ді, болады 5. Сонда 17-ден 11-ді азайтқанда жауабы болады 5. Көрдің бе? Біз осылайша екі таңбалы саннан екі таңбалы санды азайтып үйрендік. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Барлық тапсырмаларды мұқият, ұқыпты орындап шық. Содан кейін фотоға түсіріп жібересің. Кейбір түсініксіз кездер болса, видеоны қайталап қарауға болады. Келесі сабақта кездескенше сау бол, Әли.